Қазақстан даму банкі 2019 жылы инфрақұрылым мен өңдеу өнеркәсібіне қатысты жобаларға 480 миллиард теңгеден астам инвестиция салды. Елордада қаржы институтының былтырғы атқарған жұмысы қорытындылады. Осы есепті кезеңдегі банктың қаржылай қолдауымен жаңадан 8 отандық кәсіпорын құрылды. Бұл қатарда Алматы маңындағы қуаты 100 мегаваттық күн электр станциясы, Сарыарқа магистралды газ құбырының құрылысы, Шымкент және Атырау қалаларындағы мұнай өңдеу зауыттарын қайта жаңғыртуға қатысты инвестициялық жобалар бар. Сарапшылардың айтуынша, бұл тың бастамалар еліміздің экономикалық әлеуетін арттыруға сүбелі үлесін қосады. Бұған қоса, өткен жылы Қазақстан даму банкі жалпы құны 436,5 миллиард теңгені құраған 14 жобаны мақұлдады. Оның 11-і инвестициялық, 3-і экспорттық операцияларға қатысты. Отраслевая структура займов, выданных клиентам. Клиенттерге берілген займдардың салалық тұрғыдан аясы кең болды. Негізінен электр құрылғыларын жасау, мұнай өңдеу және мұнай өнімдерін шығару, металлургия, баламалы қуат көздерін өндіру, тамақ өнеркәсібі сынды салаларды қамтыды. Қазақстан даму банкі ел экономикасының шикізаттық емес секторына аса әрі индустриалдық және инновациялық бастамаларын жүзеге асыруға орта және ұзақ мерзімге төмен пайызбен несие беретін негізгі операторлық мәнге ие.